Сәлем достар, сендермен бірге мен Асылхан, каналыма қош келдіңіздер. Сәлем достар, бүгін Сабина and Family каналына қош келдіңіздер. Бүгін біздер Асылхан екеуміз Пирог істейміз. печенье істейміз деп шештік. Өткен Асылхан өте қалады, печенье істегісі келді. Бұл печенье жаңа жылдық печенье. Жаңа жылда жақындап қалды, білесіздер. Жақында біздер елканы ойыншықтарын қыстыратын боламыз, соңында видеоға түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, каналымызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, Асылханды және оның мамасын қолдап кетіңіздер. Қазір мен қандай печенье жасайтынымызды айтамын. Біздер қандай печенье жасаймыз? Жаңа айттым, песочный печенье жасаймыз. Оған керек болады бізге. Не керек болады, Асылхан, айтшы? Қант 1 стакан, сармай И мука. Он. Еще Жұмыртқа. Және мынандай қоспалар қоспалар керек болады. Сахарная пудра, разрыхлитель. И мынандай жаңағы новогодний формалар, өзіне формалар бар. И осылар керек болады. Бастаймыз ба? Бірінші неден бастаймыз? Жұмыртқа ма? Асылхан шефті көрейік. Келесі жұмыртқасы. Енді не саламыз? Не істеп ма? Енді Қант саламыз. Неше грамм? 200 грамм. Все? Сал, барлығын сал. Барын. Тәтті қалайсың ғой сен, Онда барын салу керек. Енді венчикті аламыз, араластырамыз. Мына жерде маргарин немесе сармай болады. Менде маргарин, қазір осыны микроволновкаға кішкене жұмсақ қылып аламын. Сосын мынаған ішіне салып тағы араластырамыз. Достар, микроволновкаға салып алдым. Қимылдап тұр. Уже жібіген. Қазір мен көмектесем Асылханға. Асылхан, саламыз. Көрдіңіздер ма? Жібіп тұрған. Енді араластыра ғой, жаңағы еріген маргаринді араластырады. Сосын мына ұнды саламыз. Ол ұнмен бірге мынау разрыхлительді салатын боламыз. Бұл жаңағы біздің печеньемізді ісіріп әдемі қылып жұмсақ қылып шығарады. Ал сахарная пудра бізге ол бетін безендіруге керек болады. Жақсылап араластырамыз. Қолың ауырды ма? Көмектесейін ба? Өзің істейсің ба? Мына разрыхлительді мен үстіне саламын. Меніңше осы ұн кетеді. Мына жерде 300 граммдай ұн бар. Осы разрыхлительді қосып осыны саламын. Қазір ұнды саламыз. Болды ма, Асылхан? Да, по-любому. Болған сияқты, Неге, достар, мен кішкене Асылханға көмектестім. Енді қамырды былай не қылуға, осылай қамыр жасауға. Енді осыны қазір жаямыз да, сосын формочкалермен печенье жасап шығарамыз. Сосын 180 градустағы қызып тұрған духовкаға салып аламыз. Шаршадың ба, Асылхан? Мұрны он бопты уже. Көптеу сеп. Қазір маған жабысып қалады.
Иә, енді қамырды Алып қоямын әже. алып қоясың. Қазір оны екіге бөлеміз. Жақсы ма? Чтобы жаюға ыңғайлы болу үшін. Достар, қазір біздер жаямыз мынандай. Вот аккуратненько. Ондай жұқа қылып жібермейміз, өйткені қатты қытырлық болып қалуы мүмкін. Кішкене бір жасауға болады. Жұмсақ қылып. Жұмсақ әдемі болып шығып жатыр. Асылханда хорошо получается. Неке жаюға көмектестім. Не қалыңдығы міне осындай болу керек. Ал енді бір шетінен бастаймыз. Бір шетінен бастап шығамыз. Вот один. Снежок. Қатты басып атсың ба? Ақ қала, иә, ол бізде? Но человечек. Но человечек. Пистолетик. Человечек-пистолетик. Но жұлдызша. Осылай барлығын жасап шығамыз. Қоңырау. Қоңырау? Иә, колокольчик. Шырша. Это как бы самый большой. Мен больше мен не істедім, я? No? Енді қайттан солай. Істей бер, иә? Болды, қазір мен ананы алайын. Бюро. Асылхан мынандай жұқпайтын ручкадан мынандай нелерге көз істеп жатыр. Кәне человектің көзін көрейікші. Не еще? Человектің көзі қорқынышты екен. Енді печенье піскен күтеміз, иә? Осылай жасап қойдық. Достар, бізде де мынандай күлкінішті шығып қойды. Шын мынандай болды. Вот, снеговик и мынандай. И мынандай. И мынандай. Міне біздің печеньелеріміз дайын. Міне шыршамыз бар, мінекей мынандай болған. Мынандай человечек болыпты, мынандай. Мынандай звездочка. Мынандай. Тағы не бар? Снеговик шыққан. Осылай әдемі болып шыққан. Жып-жұмсақ, иә? Қазір үстіне мынандай сахарный пудра себеміз. Одан да тәтті болады. Қазір Асылхан сахарный пудра себеді. Тоқтай тұр. Сеуіп шық. Уау, күшті, е? Маған кішкене. Он как будто на снег. Достар, қазір даму көрем. Қандай? Жақсы. Тәтті ма? Неке Асылханның осындай жасаған печеньесі дайын болды. Өзіне ұнаған сияқты. Қазір Алиханға, Сабинаға дәмін татқызып көреді. Ал сіздер болса, осыны ата-аналарыңызбен жасап көріңіздер. Өте оңай рецепт. Ешқандай қиын емес, үйдегі бар затпен істеуге болады. Сонымен Лайк басыңыз, комментария жазыңыз. И пока! сау болыңыздар. Кездескенше. Сау болыңыздар, достар.